Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы және де мен Денис Алиханов. Бүгінгі видеода ең арзан және де ең сапалы смартфондарға шолу жасайтын боламыз. Ендеше кеттік достар. Ligu TB-C Қытай компаниясының ең танымал смартфондардың бірі. Характеристика жағынан әлемдік смартфондардан асып түспесе кем түспейтіні анық. Памятінің көлемі 32 ГБ және де 3 ГБ озуы бар. Негізгі камерасы 13 мегапиксель және де қосалқы 2 мегапикселді камерамен жабдықталған. Сондай-ақ қолғылықты сканері бар. 2 сим-карталық және де аккумуляторының көлемі 3000 мАч құрайды. AliExpress сайтындағы бағасы 30 000 теңгені құрайды. Meizu M6 бұл смартфонда Қытай компаниясында жасалынады. 2018 жыл біршама өзгерістер енгізіліп, обновление жасалған болатын. Характеристика жағына тоқтала кетсек, жадының көлемі 16 ГБ құраса, озуы 2 ГБ. Ал камерасы 12 мегапиксель және де алдыңғы камерасы 6 мегапикселді құрайды. Аккумуляторының көлемі 3000 мАч құрайды. AliExpress сайтындағы бағасы 32 000 теңгені құрайды. Түрлі үлкен көлемдегі ойындарды сүйіп ойнайтын жандарға Lenovo компаниясы өзінің жаңа K5 Play смартфонын ұсынды. Сіздер бұл K5 Play смартфоны арқылы өзіңіздің сүйікті кез келген ойыныңызды еш мүдірмей ойнай аласыздар. Памятінің көлемі ГБ, озуы 3 ГБ құрайды. Камерасының көлемі бұрынғыдай өзгерген жоқ, 8 мегапикселді құрайды. Аккумуляторының көлемі 3000 мАч құрайды. Процессоры 8 ядрлы. Ал AliExpress сайтындағы негізгі бағасы 38 000 теңгені құрайды. Huawei компаниясының Honor A7 смартфоны. Бұл смартфон 2018 жылдың алғашқы айларында сатылымға болатын. Алғашқы бағасы AliExpress сайтында 35 000 теңгені құрады. Қазіргі бағасы 37 000 теңгені құрап отыр. Ал характеристика жағына тоқтала кетейік. Жадының көлемі 16 ГБ және де 2 ГБ озуымен жабдықталды. Экранның көлемі 5,45 дюймді. Негізгі камерасы 13 мегапиксель және де алдыңғы камерасы 5 мегапиксель. Аккумуляторының көлемі 3020 мАч құрайды. 2 сим-карталы және де отпечаткамен жабдықталған. Негізгі түстері қара, көк және алтын түсті. AliExpress сайтынан заказ бере аласыздар. Xiaomi Redmi 6 бұл Қытай компаниясының ең танымал смартфондарының бірі және де ең көп сатылымға шыққан смартфон. Негізінен бұлар 3 түрге бөлінеді: Xiaomi Redmi 6, 6A және 6 Pro деп. Бұлардың айырмашылығы характеристикасында бағалары да өздеріне жараса әртүрлі. Характеристика жағына кішкене тоқтала кетейік. 6A AliExpress сайтындағы қазіргі бағасы 32 000 теңгені құрайды. 6 және 6 Pro'дан айырмашылығы памяті 16 ГБ, озуы 2 ГБ. Ол камерасы 13 мегапиксель. Ал алдыңғы селфи камерасы 5 мегапикселді құрайды. Қолғылықты сканері жоқ. Xiaomi Redmi 6 және 6 Pro смартфондарына да кішкене тоқтала кетейік. Памятінің көлемі 64 ГБ құрайды, ал камерасы 12 мегапиксель, алдыңғы камерасы 5 мегапикселді құрайды. 2 камералы, қосалқы камерасы 2 мегапикселді құрайды. Қолғылықты сканері бар, ал аккумуляторының көлемі 4000 мАч құрайды. Дисплей экранының көлемі 5,45 дюймді
құрайды, ал процессоры 8 ядродан құрайды. Бұл смартфондарды Қытай дүкенінен тапсырыс бере аласыздар. Бағасы да сол Қытай дүкеніндегі баға, ал Қазақстандағы бағасы біршама айырмашылығы бар. Дегенмен танымал Samsung және iPhone смартфондарға қарағанда біршама арзанырақ. Бүгінге осы достар. Каналға жазылмаған болсаңыздар, жазыла кетіңіздер. Әдеттегідей лайк басаңыз және де келесі видеомызды жіберіп алмау үшін колокольчикті де баса кетіңіздер. Аман саулық күнде кездескенше, қош сау болыңыздар.